Қайырлы күн, балалар. Қалдарың қалай? Көңіл-күйлерің жақсы ма? Балалар, бүгін бізге қонаққа біреу келді. Оның кім екенін айтайын ба? Басында қызыл телпегі бар. Әжесіне бәліш пісіріп беретін. Ертегі кейіпкері кім деп ойлайсыңдар? Ой, қызыл телпек қой, балалар. Қызыл телпек бізден көмек сұрап келіпті. Қызыл телпек айтады: менің әжем қартайды. Оның денсаулығын мықты ету үшін мен оған дәрумендерге бай тағам жасап бергім келеді дейді. Қызыл телпекке енді қалай көмектессек екен? Дәрумендерге бай тағам жасау үшін бізге не қажет болатын еді? Дұрыс, көкөністер ғой. Көкөністерді білесіңдер ма сендер? Қане есімізге түсіріп көрейікші. Мына ойынды ойнап, біз көкөністерді тауып көрейік. Мына жерде, балалар, көкөністердің көлеңкесі берілген. Және көкөністер берілген. Көлеңкесіне сай көкөністі табуымыз керекпіз. Мынау не деп ойлайсыңдар? Ненің көлеңкесі? Қандай көкөніске ұқсайды? Дұрыс, пияз ғой. Ал мынау ше? Ненің көлеңкесіне ұқсайды? Дұрыс, орам жапырақ. Ал мынау ше, балалар? Қоян жақсы көретін сәбіз ғой. Ал мынау ше, балалар? Дұрыс, пішіні дөңгелек қызанақ қой. Ал мынау ше, пішіні сопақша болып келетін жасыл түсті болады оның түсі. Дұрыс, қияр екен ғой. Енді біз көкөністерді есімізге түсірдік. Біз қызыл телпекке көмектесу үшін пішіндерден, шаршы пішінінен көкөністерді оңай қиып алып, жабыстыруды үйренетін боламыз. Және өз бетімізше орындап көреміз. Әуелі мұқият қарап алайық. Ол үшін, балалар, бізге әуелі көкөністерді салатын ыдыс керек қой. Ыдысты біз қолдан жасап аламыз. Рахмет менің ақылды, білімді, шебер достарым. Сендерге үлкен рахмет айтамын. Мен енді әжеме осы көкөністерден дәрумендерге толы тағам жасап беремін. Қош сау болыңдар.